Саламатсыздар ма, менің оқырмандарым? Сырға толы өмір арнасына қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, қызықты оқиғалардың куәсі болыңыздар. Қысқасы, Қанат ауылға келіп, мамасына өзінің үйленетіні жайлы айтпады. Анасы оны жұмысқа орналасты деп ойлап, баласын мақтап, алдына қомақты ақша түйіншегін қойды. Саған ақша керектігін сезгендеймін, балам. Бағып жүрген қойларымды сатып жібердім. Дәл болғанын қарашы. Өзіңе енді тәуір киім ал, деді анасы. Мынауың әбден тозып, өңі кетіп қалыпты. Қанат қуанғаннан күлкісін әрең тежеп, киім ауыстыру аса қатты проблема емес қой. Рахмет, анашым. Сен мені ешқашан қиындықта қалдырмайтыныңды білдім. Әрдайым саған сенемін. Анасы ұлын құшақтап, мен сенің анаңмын ғой. Сен үшін ғой осының бәрі. Келесі күні таңертең туған үйінен шығып бара жатып, Қанат анасына көз тастады. Іште енді бұл үйге деген оның соңғы сапары болуы мүмкін деп ойлады. Бәлкім енді анасын мүлде көрмейтін шығар. Ол енді бұл жаққа қайтып оралмаймын деп шешті. Өйткені енді өз ақшам болады деп сенді. Ал анасы оны ешқашан іздеп келмейді. Себебі баласының қайда тұратынын да білмейтін. Қанаттың өмірінде жаңа кезең басталады. Ал ол өмірінде анасында орын жоқ еді. Той қаладағы ең беделді мейрамханада өтті. Карима қалыңдық бейнесінде ғажап сұлу болып көрінді. Және бұл жолы шамадан тыс арақ іше қоймады. Тойдың соңына дейін шыдай тұрайын, әйтпесе әкем қатты ашуланады деп әзілдеді ол. Шынымен де әкесінің алаңдауына негіз бар еді. Карима мас болса, өзін мүлде басқара алмай, ақылға сыймайтын әрекеттер жасап жіберетін. Қонақтар сыйлықтарын тапсыра бастағанда, Қанаттың назары кенет залдың бұрышында тұрған әйелге түсті. Бұл оның анасы еді. Ол адамдардың арасынан жол тауып, үлкен сөмкесін сүйреп келе жатты. Сөмке толған үйден әкелінген тағамдар болатын. Қанаттың денесі мұздап кетті. Ол Каримаға сыбырлап, қазір қайтып келетінін айтып, асыға анасына қарай жүгірді. Оны қолынан ұстап, сыртқа сүйреп шығарды. Балам, қайда апара жатырсың мені? Құдай сақтасын. Кешігіп қала жаздадым ғой. Телеграммаң жетпеді-ау деймін маған. Ғалия пошташы аяғын сындырып алып үйінде жатыр. Жақсы болды ғой, той жайлы теледидардан естідім. Бір мықты байдың қызының тойы туралы айтып жатыр екен, деді анасы жол жөнекей. Сол кезде сенің суретіңді көріп қалдым, балам. Құттықтаймын, балам, деді анасы. Қанат шыдай алмай ашуға булығып айқайлап жіберді. Сен мұнда не істеп жүрсің? Бәрін бүлдіргің келе ме? Менің позорымды шығарасың ғой. Қанат, балам, не айтып тұрсың? Мен сенің тойыңа келдім ғой. Достарыңа үйден азық-түлік әкелдім. Шын тағамның дәмін көрсін деп, деді анасы қуанышын жасыра алмай. Мен сені мұнда көргім келмейді. Сенің бұл ортада орның жоқ екенін түсінесің бе? Мұндай қандай адамдар жиналғанын білесің ба өзі? Анасы ұлына қарады. Бұндайды баласынан күтпеген анасының көздері жасқа толып кетті. Қанат артына да қарамай мейрамханаға қайта кіріп кетті. Іштен көңілді музыка үні естіліп жатты. Ал Қанаттың анасы көшенің қақ ортасында үнсіз тұрып қалды. Біраз уақыттан кейін ол өз-өзін қолға алып, сөмкесін көтеріп, жайлап жүріп кетті. Оның артында құлаған банканың варенесі тамып, қызыл із қалдырып жатты. Тойда сыйлықтар өте көп болды. Қанат пен Карима өздеріне тарту етілген компанияға тек 2 айдан кейін ғана кірісті. Алғашында олардың ешқайсысы жұмысқа құлшына кірісуге асықпады. Алайда Кариманың әкесі, егер сендер фирмамен айналыспасаңдар, оны сатып жіберетінін ескертті. Амалсыз іске кірісті екеуі.
Ең басты сенім артуға болатын білікті басқарушы табу керек деп шешті. Бір қызығы, оны Карима өзі тапты. Бұл жас, ақылды жігіт екен. Компанияны бірден игеріп, жұмысты қалай жүргізу керектігін тез біліп алды. Қанат енді Карима екеуі бақытты да көңілді өмір сүреміз деп ойлады. Бірақ оны басқа оқиғалар да күтіп тұр еді. Бұрын тек көңіл көтеруді білетін Карима кенеттен жұмысқа белсене кірісіп кетті. Бұл жағдай Қанаттың көңіл күйін түсіріп, тіпті жүрегін жаралады. Өйткені ол мүлде басқа болашақты елестеткен еді. Ол әйелінің жалдаған Аманның жұмысты мінсіз атқарып жүргеніне толық сенімді болды. Егер бәрі ойдағыдай болса, онда Карима неге кеңседе соншалықты көп уақыт өткізеді?